Я құрметті көрермен, расымен де қарап отырып, әдемі футболистердің жетістігімен өзіңде бір қуанып қаласың. Сондай-ақ үлкен сыйақы алған қандай керемет, бір мотивация, бір жылулық бағана өзіміз айта кеткендей. Я, құрметті көрермен, енді біз дәл қазір ас үйде тұрмыз. Біздің құрметті қонағымызды таныстыра кетейік. Студиямызда әнші Шолпан Бейсенова ханым қонақта. Қош келдіңіз, қайырлы таң, Шолпан ханым. Саламатсыздар ма? Көргеніңізге қуаныштымыз. Күшті сізді көріп қуанып тұрмыз. Және де біз Шолпан ханыммен құрметті көрермен бүгін сұхбаттасамыз, ән айтамыз, және де бір керемет таңғы ас жасаймыз. Енді Нұржан, сен өзің дайындайтын тағаммен таныстырып өтсең. Мұқият тыңдаңыздар, құрметті көрермен, мен бүгін сіздерге күнделікті айтып жүргендей таңғы асты тастамау керек, және ол пайдалы болса күнделікті бүгінгі күннің жақсы өтуіне және жетістікке жетуіне себепші болып тұрсыз ғой. Әрине. Бүгін смузи жасаймыз. Банан және де мандарин. Соң сүт. Бұл басқа осыдан сен жасайсың. Калория, банан жүректің бұлшық еттерін күшейтеді, мандарин бойға витамин береді, сүт ол ағзаға міндетті түрде керек. Таңғы ас. Яғни бүгінгі смузи Нұржаннан, Нұржан саған іске сәт. Енді құрметті көрермен, ал біз қыздар не дайындаймыз, бізге салат жапырақтары қажет. Және де алдын ала суға піскен тауық еті, тауықтың төс еті бұл жерде. Және де апельсин, лимон керек, лимонның сәл сығындысы керек бізге, май, және де ірімшік. Осыдан біз қазір керемет салат дайындаймыз. Бұл жаңа жылдық куриный салат. Тауық салаты. Қарапайым ма? Тауық салаты. Жаңа жылда үйде жасасаңыздар болады. Бастаңыз. Нұржан, біздің ыдысымыз тарелкамызды беріп жіберсең. Енді неден бастау керек? Не істеу керек? Біз біріншіден, міне тауықты сіз төрт бұрышты етіп турай беріңіз. Барлық тағамдардың пішіне төрт бұрышты болады, содан кейін бір-бірінің үстіне саламыз. Мен қазір ендеше салат жапырақтарынан бастаймын. Енді Шолпан ханым, енді шыны керек, сіз көптен көрінбей кеттіңіз, бұрын біле білсеңіздер, құрметті көрермен, Шолпан ханым домино тобында болған еді. Қазір енді қалай болып жатыр шығармашылық? Шығармашылық, мен домино тобынан кетіп қалдым. Бір жарты жыл болған шығар. Өзімнің жеке шығармашылығымды дайындап жатырмын. Құдай қаласа, Алла қаласа, көктемде тыңдармандарымды бір жаңа әндермен таныстырам деп ойлаймын. Құдай қаласа, қазір қуантамын, иншалла. Қазір жаңа әндер іздеудемін, жазудамын бір ескі әндерді жаңғартып дегендей. Қандай бағыт? Сол попса. Попса. Рэп оқи алмаймын. Өзіме басқа әртүрлі жанрлар ұнайды, бірақ енді попса ең танымал істері ғой сол. Енді мен қазір бірден енді сіз келгеннен кейін есіме Ай-май деген ән түсті. Осы жерде Ай-майды айтайықшы. Айтайық? Мен білем, мен де сөзін білем. Қосылып, Нұржан білетін шығарсың. Келші жаныма, келші жаныма, махаббатым, ай, махаббатым. Оралшы маған, бақыт құсым, ай, бұлақ әнім, ай. Енді бірге. Айым, ай, асыл бағым, ай. Айым, ай, айым, ай. Айым, ай, асыл бағым, ай. Айым, ай, айым, ай. Ой, тамаша. Барлығы білет бірге шығаған жастар құрметті көрермен, себебі байқап тұрмын, біздің операторларда, біздің әріптестерде әнді бірге айтыпты. Барлығымыз білетін керемет бір хит болған ән ғой. Бұл әнді концерт болсын, той болсын, 3 рет орындаймыз ғой. Ал ең басында, ортасында и соңында. Көрермен Сұрайды. Дабис деп айбаймыз. Біз әніміз басқа әнді орындайықшы. Әндеріміз көп, әртүрлі. Осы әніміз бар. Жоқ, әндерді білеміз, бірақ әймайды орындаңызшы. Аймайды енді халықтың көңілінен шыққан ән болғандықтан. Енді жаңа айтып жатыр, шығармашылықты жеке бастап жатырмын. Жалпы енді менде мынандай сұрақ, неге минодан кетіп қалды? Бұл менде емес, көрерменде де сұрақ. Бұл жалпы топ тарап кетті ме? Сіз ғана кеттіңіз бе? Не себеп болды? Топтың Аймайды ұзатып жібердік декші. Енді 2005 жылдан бері ол топта ән айтып келе жатырмын. Енді өстім, есейдім дегендей. Енді бір келіспейтін жерлеріміз болды. Енді мен қыз болғандықтан, жігіттер болғандықтан енді көз қарасым өзгерді. бір сөйтіп өзім жеке әнші болғым, танымал болғым келді. Енді домино мен үшін өте жылы проект. Әрине. Мен ол проекттен
бастағанмын. Өзімнің кәсіби сахнада жүрген жолымды сол домино тобынан бастағанмын. Бірақ енді уақыт өтті, біз өстік дегендей бір жаңа бір белес, жаңа бір қадам, жаңа бір жетістікке жету. Сондықтан өзім енді бірақ бірнеше доминоның әндерін өзіме алдым, авторлардан рұқсатын алып. Сол әндеріне қуантам. Иә, жаңадан жаңартып, музыкасын өзгертіп, аранжировкасын жаңадан істетіп, сол әндерді алдағы уақытта ұсынамын. Енді сізді Шолпан ханымды алда 2023 жылда көрермен қандай бір жаңалықтармен көруге мүмкін? Жаңалық өте көп. Бір ойда жүрген, бір сәл бір сырыңызбен бөлісіп қойсаңыз. Жоспар өте көп. Барлығын бірақ айтпай қой, сюрприз болып қалсын жаңа жылға. Бірақ енді айтып кеттім ғой, өзім жеке әнші танымал болғым келеді, сондықтан қазіргі уақытта енді жаңа әндер іздеудемін, өзімнің бір стилімді ойласып жатырмын, қандай стильмен шықсам ғой деп жұмыс көп. Сондықтан әндер іздеудемін. Былай қарасаң, әндерді таңдап, қандай ән айтамын, қандай ұнайды, қандай ұнамайды дегендей секілді енді репертуар таңдау керек дейсіз. Репертуар таңдап жатырмын. Тамаша, үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Бұйырса 2023 жылы жаңа бір жағдайда, жаңа бір жаңалықтармен көресіздер. Мен құрметті көрермен, смузиімді сондай бір ет асқандай асықпай, ән тыңдап отырып, банан турап салдым, мандаринді ашып саласыздар, сүтті құясыздар. Болды, осыдан кейін блендермен өстіп араластырасыздар. Ештеңе жоқ. Өздерім қалайсыздар? Керемет, бізде бәрі енді. Тауықтың салатын жасап, смузимен жаңа жылға дайын. Енді біз әңгімемізді жалғастырып, тағамызды дайындай берейік. Ал құрметті көрермен, сіздер дәл қазір астрологтардың кеңесін көріп алыңыздар. Астрологтардың осындай жаңалықтары бар, қалған бөлімін бағдарлама барысында айтып көрсететін боламыз. Енді құрметті көрермен, еске сала кетейік, бізде қонақта әнші Шолпан Бейсенова. Мен смузи жасап отырмын, бұл кісілер тауықтан салат дайындап жатыр. Иә, енді менің қазір біз құрметті көрермен, міне салат жапырақтарын салдық, осының үстіне енді біртіндеп мына тауық етін саламыз. Бұл жерде Попа салат қой, Попа салат деп айтуға, өте пайдалы, артық майы жоқ, жеңіл салат. Арықтайым деп жүрген жандарға әсіресе керек енді. Студияға шығып тұрған. Ой, керемет, иә? Енді жалпы осы салат дайындап жатырмыз тағам. Қазір жаңа жыл кезінде өзі міндетті түрде дайындалатын салаттар, тағамдар бар. Олар алебе, міндетті түрде жаңа жылдық. Міндетті түрде тұрады. Мандарин үйде. Және де өздеріңіз айта кетіңіз, Шолпан ханым. Үйде бір жазылмаған заңдылықтар бар ма сонда? Жаңа жыл мерекеде дайындалатын өзіңіздің фирменный тағам ба, салат па, сусын ба, дәстүр ма? Салат бар. Өзімнің ұнайтын өзіме. Қалай айтады? Салат с копченой курицей дейді. Сол менің анам берген ол рецепті. Достарыма, жақындарыма, туысқандарыма ол салатты әзірлеген кезде бәрі өте ұнайды. Шолпан рецептін берші деп не бар қызығады. Енді жалпы сонда өзіңіз қаншалықты асфемен сіздің араңызда байланыс бар? Тағамдарыңыз қаншалықты? Тұрмысқа шықпаған кезде мен тек қана үйдің енді жинау дегендей, жуу, кухняға бармайтын едім. Араласпайтын едім, мама өзі істейтін еді. Өзімнің бір фирменный бір тамағым бар еді. Қандай? Суға піскен бермен Етті пісіріп, сметанамен, мясо сметана дейді ғой. Ет қаймақпен, подливы сондай. Сондай істейтін едім, а былай кухняға онша емес едім. Қазір тұрмысқа шыққалы бері қамыр да жаямын өзім бешбармақтың қамырына, ет асамыз. Құдайға шүкір бәрін енеміз әзірлеуге үйретті. Мен құрметті көрермен, қыздар қауымымен тағам жасай алмаймын ғой, қалай болады екен деп уайымдамаңыздар. Тұрмысқа шыққаннан кейін бәрі болады, себебі бәрін жасау керек болады. Енді құрметті көрермен, міне біздің салатымыз дайын болды. Шолпан ханым Нұржанның дайындаған смузиінен ауыз теңіз. Қазір біздің де салатымызды мен аяқтап тастаймын. Міне қазір лимон сығындысын салдым. Және де сәл өсімдік майын қосып жібереміз, тамызамыз. Сонымен осылайша мына тауықтан пайдалы, дәмді, ерекше салатта дайын. Жаңа жылдық ас мәзіріне ұсынсаңыз болады. Шынымен де бір үйде бойдақтан жасай алатын салатты жасау өте оңай, көрдіңіздер. Өте тойымды. Ал дәмін татайық, смузимен ішіп көріңіздер. Пайдалы, қарапайым, банан, сүт, мандарин. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Айтқаныңыз келсін. Дәмді шыққан.
күмәнім жоқ, мен Өте де керемет. дәмін татып көремін Назат қазір. алып кетсем бола ма деп қойды. Шынжатты алып кетуге Дағы бар ма? Иә. Енді Нұржан жасаған салатымыздың Шолпан ханыммен бірге дәмін көр. Енді керемет болды, шынымен де көтеріңкі көңіл күйде ән де шырқадық, дәмді ас та дайындадық, смузи ішіп жатырмыз, енді бәрі керемет болған сияқты. Біздің таңғы ас Білдіреміз осындай. келгеніңізге. Сізге алғыс білдіреміз. Шақырғандарыңызға. Шығармашылыққа табыс. Керемет бір 2023 жылда бомба жаңалықтармен, жаңа әндермен біздің студиямыз сізді күтеміз. Рахмет. Ал құрметті көрермен, бізде шағын жарнама, кейін хабарымызда жалғастырамыз.